Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбымыз келін мен ененің арасы бәсеке ме, әлде бірлік пе деген тақырып. Мама, бүгін мен жұмыстан келген бойға бауырсақ пісірдім. Бауырсақпен шай ішіп отырып, жаңағы келін мен ененің арасында бірлік пе, бәсеке ме дейді бірінші, бірлік пе дейді. Бәсеке дегенді қалай түсінесіз? Мен бәсекелестік дегенді білем. Бәсекелестік деген біздің сөз сараптауымызда бар ғой, бәсекелестік пен қабілеттілік. Жалпы ал енді ене мен келіннің арасындағы бәсекелестік дегенді білмейді екенмін. Қалай ойлайсыз? Ене мен келіннің арасында бәсекелестік болмау керек. Бәсекелестік деген сөз ол жақсы емес. Достық болу керек. Егер достық болмаса, егер келінді ене жақсы қабылдамаса, өзінің жүрегімен шын сол үйдің жанұяның ұйытқысы, бақыты, тірегі деп қабылдамаса, онда ол үйде достық болмайды. Балалар да дұрыс өспейді достығы жерде. Кикілжің көп болады. Сондықтан да тек үйде достық болу керек. Сен шаршап келсең, ана әр уақытта қабағыңа қарап біз білеміз. Жатып ал, демалып ал, сосын шаруаңды сосын істейсің деп саған мен ақыл айтамын. Мама, енді осы жерден келінді адам ғой, көбіне көп мысалға мен деген шаршап келгенде өзіммен өзім қалғым келеді. Шын. Басқа уақыттарда білесіз ғой, мен деген дастарханымды жай жіберіп, бүкіл ана папа айтқандай отбасымыз бірге отырайық деп. Ал енді мен қарбаласта бір мәселелер туындағанда, мен де адаммын ғой. Өзіммен өзім отырып, бір кесе шай ішсем де өзіммен өзім отырып, ойымды жинақтап, сосын жаңа шешетін мәселелер болатын болса, соны жаймен өзім ойлап отырып шешкен жақсы көремін. Бірақ енді ата, ене болғаннан кейін үйде жаңағы келін мен ененің арасында қандай да бір не тұрады сонда да. Себебі мен ойлап отырамын, қазір мама ренжіп отырау, мен неге өзі отырады бұл деген сияқты. Сіз кухняға кіресіз, шығасыз. Мен осы жаңағы келінді адам ғой дегендей, мен неше жыл болды, неше жылда айтам, мама, мен осы арқалап кеткен жоқпын, шайды да, барлық тамақты да, өздеріңіз іше беріңіздерші, мен келгенше ішіп алыңыздаршы. Мен кейбірде шаршап келем, жақсы болып келсем, өзіңіз білесіз, мен де көңіл күйім керемет болып келсем, мен онсыз да өзім бірге отырып шүйіріп келескенді жақсы көремін. Осы жерде тек ол маған байланысты емес, қоғамда болып отырған ене мен келіннің арасында жаңа өзіңіздің айтқаныңыз достық, иә? Достық болғаннан кейін, енді дос болып отырғаннан кейін, енді ара қатынас үзілмеу керек қой. Енді сол кезде ана достық болғаннан кейін сөзіңде тұру керексің. Например, келістік қой жаңағыдай, мама, мен деген солай шаршап келгенде мен өзім отырып жаңағы ауқаттанып тез. Ол енді түскі обед болады ма, түскі ас бола ма, кешкі ас бола ма, сондай бір сұранғандай боласың ғой. Сол нелер кейбірде бұзылады, мама. Басқа келіндерде де солай реніш сондайдан туындайды. Неге мені түсінбейді? Неге түсінбейді екен? Мен неше рет айтам, қанша айтып жүрмін ғой мамаға, мама солай деп. Сіз кейбірде өзіңіздікін жасағыңыз келеді деген сияқты. Сондай келінде адам, ол бәсеке ме, әлде бірлік пе? Бірлік болған жағдайда онда ашық айтылу керек шығар деген бүгін тақырып, соны қозғаймыз енді. Соны айтайын дегенім, жалпы шынайы әңгімелесу арқылы осылай шай ішіп отырып, ренжіген болса, жаңағыдай бір өтініштері болса, меніңше ашып айту керек сияқты. Жалпы айтады ғой, ене мен келін ол қос қанат дейді. Қос қанат. Екеуі сол бір қанаты жұмыс істемей, құстың бір қанаты ғана жұмыс істемей тұрмайды ғой. Екі қанатымен ол биікке самғайды. Сол сияқты келін мен ене
тек қана бәсеке емес, бірлік болғанда ғана береке келеді екен. Иә, сол жағынан айтады. Негізінен, құрметті көрермен, осы жерде менің айтқым келгені, сіз қалай ойлайсыз? Сыйластықтан келеді. Мен мына бір жазғанымнан кішкене бір өлең оқып беремін. Енесі бар адамдар қартаймайды. Енелерін біреулер теңер кенеге. Енелерсіз керілеме кереге. Көзі олар секілді. Түсінсең, көзі олар ескілердің түсінсең, енелердің жүрген жері береке. Енең сенің бақ дәулеттің ырысың. Енең сенің қорғанышың тынысың. Енең сенің екінші анаң білсеңіз, бар тапқанын жиып берген ұлышын. Енең саған тәрбиеші тәлімгер, немерелерге дипломсыз дәрігер. Енең жоқта науқастанса балаңыз, боласың ғой жаның жүдеп әбігер. Енең сенің тәрбиеші анашың, жақсы тәлім сонан ғана аласың. Айта жүріп жақсылығын келіннің, енелердің біреу келер берер бағасын. Енелерде теңіздер кемеге, теңеңіздер кемеге, теңеңіздер төрі сыйлы төреге. Ортаңызда мақтан етсең енеңді, кейінгілер өмір сізден өнеге, алар сізден өнеге. Ол кісіде аққу еді атаңның, шуақ еді әрбір атқан ақтаңның. Біле білсең, арқасы ғой солардың, бала сүйіп, бала сүйіп, өмір сүріп жатқаның. Енесі бар, қартаймайды қарағым, енең болса сөнбес ешбір шырағың. Енең сенің қанша жаман болса да, дайын тұрар алдарыңда тамағың. Енең сенің жаман болсын демейді, келіндерін өз қызындай теңейді. Енелердің қадірін біл, тірлікте, өлсе де ол сені жебейді. Сыйластығың қадіріңді біл, енеңнің тал бойынан табылады керегің. Жеті жеңгең бола алмайды енеңдей. Көзі ғой ол, көпті көрген көненің. Тоқбай Жалғасбаевтың, Балғабаевтың шығарғаны. Сондықтан да енеңді өзіңнің анаңдай құрметтеп сыйласаң, енең ешқайға кетпейді. Себебі бірлік бар жерде, сыйластық бар жерде, сол үйдің қос қанаты келін менен ененің екеуінің бірлігі арқылы үйдің берекесі келеді, қуанышы келеді. Менің немеремнің аты Қуаныш, атасы сол үй. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің каналымыздың астына комментарий қылып жазып кетіңіз. Мама, біз жауап беретін боламыз ғой, иә? Мама 85-ке келген, міне біздің қадірлі анамыз, көпті көрген, айтары бар. Сондай кикілжің сұрақтарыңыз болып жүрсе, жас келіндерге кеңес береміз. Қандай да бір жағдайды шеше алмай жүрген болсаңыз, жолын көрсетуге дайынбыз. Егер де біздің каналымыз ұнаса, лүпіл басып, каналға жазылып қойыңыз. Сау болыңыз.